Әйел бұрынғы күйеуінен бала көтеріп, басқа біреуге тұрмысқа шыққан, бірақ бұл туралы бұрынғы күйеуіне айтпай жүрген. Жихан біраз уақыт азаптанып жүріп, ақыры баланың өзінікі екенін білгенде қуаныш емес, ашу кернеді. Ханшерден неше рет маған бірдеңе жасырып жүрген жоқсың ба деп сұраса да, ол шындықты айтпай қойған. Ханшер түсіндіріп көрді. Ол кезде Бейзенің баласы туайын деп жатқан. Сондықтан Жиханды қиын жағдайға қалдырғысы келмеген. Бірақ Жихан ашумен ештеңе тыңдамады. Жиханның анасы бір жағынан қуанып, бір жағынан қорықты. Қуанышы Жиханның ақыры өз ұлы болатыны, қорқынышы ол бұрын ағасына Ханшерді өлтіріңдер деп тапсырып қойған. Ол жүкті болса да аямаймыз деген. Енді ойын өзгерткісі келіп, ағасына хабарласпақ болды. Бірақ телефоны сөндірулі екен. Амалсыз ағасының үйіне барды. Ал Бейзе оған әкесі үйде жоқ деді. Неге асығып жүргенін сұрады. Жігіттің анасы енді балалы әйелді өлтіру обал болар деп, сол істі тоқтатқым келеді деді. Бейзе оның сөзіне мән бермеді. Бірақ анасы үйіне оралған соң Бейзеге қайта-қайта хабарласып, ағасы келді ме деп сұрай берді. Бұл Бейзенің күдігін тудырды. Ол бірдеңе болғанын сезіп, қызметшісін киім аламын деген сылтаумен үлкен үйге жіберіп, ескі күтушіден бәрін білді. Сөйтсе, Ханшердің ішіндегі бала Жихандікі екен. Бейзе ашуға булығып, есінен танып кетті. Ал Ханшер Жиханның соңынан шипажайдағы үйге барып, кешірім сұрамақ болды. Бірақ Жихан ашумен тыңдағысы келмей, оны қуып шықты. Ханшер де қайтпай, жаңбыр астында тоңып тұрды. Жихан оны көріп, жаны ашып, үйге кіріп жылынып ал деді. Бірақ әлі де сөйлеспей, таңертең ерте көлігімен кетіп қалды. Ханшер жалғыз қалды. Ал осыны күтіп жүрген нағашысы жіберген адамдар түнімен бақылап, енді әрекетке кірісіп, тығылып тұрып, қолғап киіп, мылтық алып, дәлдеп жатқанда телефоны шыр ете қалды. Бейзе хабарласып, Жиханның анасы саған хабарласты ма деді. Әкесі жоқ. Не болды деп сұрады. Бейзе ештеңе. Тезірек бітір деді. Әкесі уайымдама. Қазір мүмкіндікті таптым деді. Бейзе бір тыныстап қалды. Ханшер өледі. Баласы бар жоғы бәрі бір деді. Сол кезде Жихан үлкен үйге келіп, үстел үстінен ашылмаған қорапты көріп, ішінде Ханшердің күнделігі барын білді. Ханшер жүкті болғаннан бастап күн сайын күнделік жазып жүрген екен. Оқып отырып, жүргізушінің Ханшер үшін қалай құрбан болғанын, Ханшердің әлі де өзін сүйетінін түсінді. Жихан дереу шипажайға қарай шықты. Ал Ханшер сол сәтте үйден шығып бара жатқан. Нағашысы дәлдеп тұрған. Бірақ Жиханның көлігін көріп, тоқтауға мәжбүр болды. Жихан мен Ханшер татуласты. Енді тек Жихан мен Бейзе ажырасып, жаңа өмір бастау ғана қалды. Анасы олардың аман келгенін көріп, көңілі орнына түсті. Жиханға мен енді Ханшерді қабылдаймын. Бірге бақытты өмір сүріңдер деді. Жихан қуанып қалды. Ал Бейзе болса, әкесі Ханшерді өлтірмегенін естіп, ашуға булықты. Ол Ханшердің ішінде Жиханның баласы бар. Жігіттің анасы да мұны біледі деді. Әкесі оны орынсыз әурелендің деп кінәлады. Әйтпегенде ол Ханшердің баласын өзің асырап алар едің деді. Бейзе болса, мен ол баланы ешқашан қабылдамаймын деп кесіп айтты. Келесі күні сотта Жихан мен Бейзе ресми түрде ажырасты. Бейзе Жиханның атындағы мүлікті алды. Ал Жихан баланың қамқорлығын иеленді. Ол Ханшермен бірге баланы үйге әкелді. Анасы Ханшерді жылы қарсы алғанымен, іштей әлі де жақтыра қоймады. Тек немересін көргісі келді. Осы арада анасы үлкен келіннің біреумен қашып кетпек екенін біліп, оны бір орта жастағы еркекке тұрмысқа бермек болды. Егер келсе, қызымен бірге кетуіне рұқсат берем деді. Ханшер одан бәрі дұрыс па деп сұраса да, ол өз еркіммен деді. Сол кеште күйеу жігіт келмей жатып, есіктен полиция қызметкері кіріп келді. Олар Жиханның ағасы үшін келген екен. Бәрі аң-таң болып тұрғанда, есіктен полиция қызметкерімен бірге бір ер адам кіріп келді. Ол Жиханның жол апатынан қаза тапты деген ағасы еді. Жихан аң-таң болып, соңынан қуанып кетті. Ағасын құшақтап, шынымен тірі екеніне сене алмай, қайта-қайта сұрады. Ал ағасы анасына ашулы көзбен қарады. Анасы мұны көтере алмай, есінен танып қалды. Ал үлкен келін де сенбей қалды. Ағасы оның қолынан ұстап, құшақтап алды. Ал сыртта тұрған жүргізуші әйелді тоқтатпақ болып келген. Осы көріністің бәрін есік арасынан көріп қалды.